الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала баршамызға, қасиетті мешітке бас келетін қадамдарымызға сауаптан жазсын. Оқып жатқан намаздарымызды, ұстап жатқан оразаларымызды, құлшылықтардың бәрін қабыл етсін. Осы елімізге, жерімізге, халқымызға, дінімізге деп қылып жатқан еңбектерімізді қоғам үшін, ел үшін, дін үшін Алла тағала баршамызды қабыл етсін. Ниеттерімізді, ықыласымызды арттыра берсін. Енді біз әдеттегенше әрбір дүйсенбі және бейсенбі күні жиналып, Алла тағаланың үйі қасиетті мешітте, Қонаев қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті шарапатын, қадір қасиетін насихаттайтын ислам тарихындағы ұлы ғалымдардың бірі Қоди Ғият рахималла тағаланың Ашифа бит-тарифи хукуқил Мустафа кітабын дәріс бастаған болатынбыз. Алла тағаланың қалауымен шейх бұл кітапты негізінен төрт үлкен бөлімге бөлген болатын. Сол төрт үлкен бөлімнің әрқайсысында бірнеше баптар бар. Сол Алла тағаланың қалауымен біз бірінші бөлімнің бірінші бабын аяқтадық. Ол жерде имам Қоди Ғият рахималла тағала Алла тағала қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін әспеттейтін аяттармен бөлісіп, соған қатысты ғалымдардың түсініктемелерін айтқан болатынбыз. Яғни Құран аяттарды, бірнеше аятта қалайша Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін ұлықтаған, соған қатысты ойлармен бөліскен болатынбыз. Енді біздің жалғастыратын екінші бап осы мағынада Құран кәрімдегі Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға куәлік етуі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куәлік етуі арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дәрежесін ұлықтауы. Осыған қатысты бірнеше аяттармен бөліседі. Алла тағала қалайша Алла елшісінің дәрежесін ұлықтаған, сонымен иншалла бөлісетін боламыз. Қоди Ғият айтады: фи уасфихи лаху тағала би шахадати ва ма тааллаха биха мин ас-санаи вал карама. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шахада куәлік етуі және соған қатысты Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куәлік ету арқылы дәрежесін әспеттеуі және пайғамбарымыз саллаллаху ұлықтауы. Алла тағала қасиетті Құранның 45-ші аятында былай деп айтады. Ахзаб сүресінің 45-ші аяты: Я айюхан наби инна арсалнака шахидау ва мубашширау ва назиро. Ей Мұхаммед, шын мәнінде біз сені жер бетіне шахидан, куәгер етіп, мубашширан, және сені біз адамзатқа сүйінші хабар жеткізу үшін, және назирон, адамдарға ескерту үшін жібердік дейді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жер бетіне келген негізгі қызметтерін мән беретін болсақ, үшке бөлген. Біріншісінде пайғамбарымыздың куәгер ретінде келеді, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескертуші ретінде келеді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйінші хабармен келеді. Енді осы аяттың төңірегінде ғалымдар пікірмен бөлісетін болсақ, осы аятқа біз тағы бір рет қайтамыз. Неге Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху осы үш сипатпен сипаттаған: куәгер, сүйінші хабар және ескертуші. Қайтамыз бұл аятқа. Осы аятты қайталамас бұрын имам Қоди Ғият былай деп айтады: Жамааллаху тағала фи хазиhi аяти дурубан мин рутубил усарати ва джумали аусафи мин ал-мидахи ва жа'алаху шахидан ала умматихи ли нафсихи би иблаги рисалата. Қараңыздар дейді. Осы аятқа мән беретін болсақ, Алла тағала Құранда: Я айюхан наби инна арсалнака шахидан. Ей Мұхаммед, біз сен жер бетіне куәгер етіп жібердік дейді. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куәлік етіп жіберуі дейді ғалымдарымыз, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мақтаулы сипаттардың бірі дейді. Өйткені жалпы дінімізде бір адамды куәгерлікке алу үшін ол адам бойында міндетті түрде мақтаулы сипаттар керек. Мысалы үшін куәгер болатын адам әділ болу керек. Бір адамның сөзі алыну үшін оны қоғамдағы сыйлы құрмет адам бір жаққа куәгер болады. Куәгер болатын кезде кез келген адам емес, белгілі бір құрметке ие болатын адамдарды таңдайды. Жалпы адамдардың түсінігінде. Енді Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды куәгер етіп жіберген, шахид. Не үшін куәгер етіп жіберген айтады?
аля умматихи линафсихи библағи рисалати. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куәгер болып жіберуі ол өзіне және үмметіне не үшін дейтін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне жүктелген міндетті пайғамбарлық миссиясын соны түгелмен атқарғандығының пайғамбарымыздың өзі куә. Және пайғамбарымыз осыған куә болып үмметінен, яғни сахабалардан серт алған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баршамызға белгілі болғандай хаджатул вада, яғни ең соңғы қоштасу қажылығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұзақ құтпа оқиды. Бұл пайғамбарымыздың құтпасы сахабалардың арасында кең таралған. Сол құтпа сөзбе сөз біздің үкімге жеткен. Сол құтпада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген насихат айтып, соңында мен жеткіздім ба деп пайғамбарымыздың бірнеше рет қайталайды. Сөйтіп сахабалар, Аллахтың елшісі, жеткізді деген кезде пайғамбарымыз Аллахым өзің куәгер бол, мен өз міндетімді жеткіздім деп пайғамбарымыз бірнеше рет айтқан болатын. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куәгер де мағынасы ең бірінші кезекте пайғамбарымыз өзінің Алла Тағала тарапынан жүктелген міндеттің бәрін толыққанды жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам діннен ешқандай нәрсе жасырып қалған емес. Тіпті Фатима анамыз пайғамбарымыз саллаллаху қызы Алла елшісіне Наср сүресі түскен кезде қатты жылаған дейді. Құранда көпшілік мұсылмандар білетін 30 парада бізде Наср деген сүре бар. Иза жа насруллахи уал фатх. Егер Аллах Тағаланың жеңісі келіп Мекке мұсылмандардың қолдарына өтетін болса, немесе адамдардың осы ислам дініне топ-тобымен көретін болса, уақыт өте келе сол адамдардың бәрі ислам дініне топ-тобымен кіреді деген Наср сүресінің аяттары бар. Иза жа насруллахи фатх раайдан нас ядхулу фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастағфир. Яғни Раббыңнан ұлықтап истиғфар ет деп Алла Тағала бұйырады. 3 аяттан тұратын сүре. Бірақ осы сүре түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызы Фатима анам жылайды дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп, әлі Фатима анамыз жылағанын көріп, адамдар сұрайды: ей Фатима, сен не үшін жылап жатсың дейді. Сол кезде айтады: егер Алла Тағаланың жеңісі келді деген сөз ислам дінін тарайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жер бетінде негізі қызмет атқаратын болса, онда кез келген зат өзінің қызмет атқарып болған соң келесі күтіп тұратын нәрсе сол жерден кету. Мысалы үшін бір жерге бір құрылысшылар келеді, арада келісім бар, мынау ғимарат бітіресің, сол ғимарат біткен соң құрылысшылар ол жерден кетеді. Енді кез келген жұмыс барысы сондай нәрсе ғой, басталады, бітеді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның діні жан жаққа жетеді деген хабар келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның міндетінің аяқталатынын біліп, Фатима анамыз қатты жылайды дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасына тұрған кезде екінші рет Фатима анамыз күледі дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасына барған кезде екі нәрсе орын алады. Фатима анамыз бір күледі, екінші жылайды. Содан барып сұрайды адамдар: ей Фатима, сен неге пайғамбарымыз қасына барған кезде бір рет күлдің, екінші рет жыладың деп сұрайды. Сол кезде Фатима анамыз айтады: менің жылаған себебім, өйткені Наср сүресі түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден қайтатыны белгілі болды дейді. Осы үшін жыладым дейді. Ал не үшін күлдіңіз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хабар берді: ертең, яғни Фатима анамыз жаннатқа барған кезде әйелдердің мырзасы болатыны жайлы хабар келді, сол үшін мен күлдім деп Фатима анамыз айтады. Осыдан білетін нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам куәлік етуші, неге дейтін болсақ, өзінің Алла Тағала тарапынан жүктелген түгел қызмет атқарған, бітірген. Осы жерде бір айта кететін нәрсе бар. Дінімізде пайғамбарларға қатысты бірнеше міндеттер бар. Ол міндеттер істемесе, сол сипаттарсыз пайғамбар болу мүмкін емес. Ғалымдар айтады, пайғамбарларға тән сипат бір, бірінші пайғамбарға міндетті болған сипаттардың бірі ол сыдық, шыншыл. Жер бетіне кез келген пайғамбар шыншыл болады. Өтірік адам пайғамбар болу мүмкін емес. Бұл бірінші міндетті болған сипаттардың бірі. Екінші пайғамбар міндетті болған сипаттардың бірі ол таблиғ деп аталады. Таблиғ деген сөз Алла тарапынан міндеттелген жүкті жеткізу. Кез келген пайғамбар діннен бір нәрсе жасырып қалуына, айтпай қалуына болмайды. Үйтетін болса, ол адам пайғамбар емес. Пайғамбар екінші міндет нәрсенің бірі таблиғ, Алла Тағала жүктеген міндеттердің бәрін жеткізу. Үшінші міндет болған сипаттардың бірі ол айсма деп аталады. Айсма дегеніміз пайғамбарлар күнәлі істен ада. Алла сұбханалла пайғамбарларды күнәлі істерден сақтайды. Пайғамбарлар
үлкен күнәдан, сондай нәрселерден пайғамбарлар ада. Пайғамбарлар үлкен күнә істеуі немесе жаңағы адамдардың үйренішті болып қалған қарапайым, мүмкін қарапайым есептелетін күнәлі істерден пайғамбарлар ада болады. Яғни пайғамбарлар күнәлі істеуі мүмкін емес. Сонымен қатар пайғамбарларға тағы міндетті болған сипаттардың бірі ол фатуана деп аталады. Фатуана дегеніміз кез келген жер бетіне келген пайғамбарлар олар зерек болады. Яғни ақымақ адамның немесе ақылында кемшілігі бар адамның пайғамбар болуы мүмкін емес. Яғни кез келген пайғамбардың осы сипаттар болу керек. Сонымен қатар енді айта кететін тағы бір маңызды нәрсенің бірі, жер бетте келген кез келген пайғамбардың денесінде адамдар жиіркенетіндей аурулар болмайды. Кейбір кітаптарда мынау кейбір пайғамбарға қатысты жалған ақпараттар жүреді. Соған қатысты дін ғалымдары айтады, бұл ақпараттар негізі дұрыс емес дейді. Негізі дұрыс емес. Қандай ақпарат айтатын болсақ, мысалы үшін кейбір діни кітаптарда немесе діни уағыздарда мына Аюб дейтін пайғамбар кейбір хабарлар келгенде 18 жыл төсек тартып ауырып қалады. 18 жыл. 18 жыл төсек тартып ауырып қалады. Сөйтіп ол кісі ауырған кезде денесіне құрттар түсе бастаған дейді. Құрттар түсе бастаған. Сөйтіп ол кісі қимылдаған кезде денесіне құрттар жерге түскен кезде құрт ұстап алып, ей құрт, алла тағала менің денемді сенің рызығың қылып қойды, сен қай жаққа кетіп барасың, менің денемді же деген сияқты сөздер айтқан дегендей нәрсе көреміз кітаптарда. Ғалымдар айтады, бұндай нәрсе негізінде негіз жоқ нәрсе. Неге дейтін болсақ, өйткені пайғамбарлар адам желкенетін аурумен ауыру мүмкін емес. Өйткені пайғамбар негізгі мақсаты халықтың арасына шығып дінді жеткізу. Егер сен денең құрттап, тем более ол жақтан құрт түсіп жатқан болса, адамдар сені ешқандай уағыз насихат тыңдамайды ғой. Өйткені адамдар сенің уағыз насихат алып сені тыңдау үшін сенде ондай адам желкенетін аурумен ауыру мүмкін емес. Сол себепті пайғамбарлар бұндай заттан ада, және айтқанымыздай пайғамбарлар еш нәрсені жасырып қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзіне жүктелген барлық зат жасырпаған, еш нәрсе жасырған емес. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху міндетті нәрсенің бірі. Сол себепті құрметті бауырлар, шахидан деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи куәгер, және пайғамбарымыздың үмметі өзіне бүктел жүктелген затты жеткізгендігіне пайғамбарымыз саллаллаху өзі еміршік етеді және үмметі куәгер. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху бұл жердегі мубашир деген сөзіне қатысты келетін болсақ, уахия мин хасаисихи алейхи салам. Енді мубаширан ли ахли таатихи, пайғамбарымыз саллаллаху сүйіншілеуші. Енді пайғамбарымыздың қалай сүйіншілеуші болады, қалай адамдарға қуаныш хабар алып келуші деген мағына былай айтады. Кім үшін деген кезде ли ахли таатихи, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бойсұнған адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеуші. Өйткені алла тағала Құранда айтады ғой, ома атакум расул фахузуху ома нахаху анху фантаху. Пайғамбар не затқа бұйырған болса соны істеңдер, не нәрсе тыйған болса онда одан тыйылыңдар деп алла тағала Құранда айтады. Сәйкесінше кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкелген затын алатын болса, ондай адам ол берекеге және қуанышты хабарға ие болады. Ал кімде-кім оны бет бұратын болса, оның өмірі тарлыққа, қиыншылыққа душар болатын баршамызға аян. Сол себепті ғалымдар айтады, кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның берекетінен шамасы келгенше алатын болса, соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соған берекесі келеді дейді. Алла тағала қасиетті Құранда Алла тағала оларды азаптамайды, егер сен олардың іштерінде болсаң деп Алла тағала Құранда айтады. Яғни қай жерде пайғамбар болатын болса, Алла тағала сол жерде азаптамайды дейді. Кейбір ғалымдар осы жерге қатысты түсіндіреді. Біздің уақытта пайғамбарымыз саллаллаху дене ретінде жоқ болса да, бірақ кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху қадір қасиетін біліп, соны үйреніп, өз өміріне қолданатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху оның ішінде бар деген мағынаны кетіреді. Және ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху толығымен береке, кімде-кім сол берекеден үлес алатын болса, алла тағала сол адамның өміріне береке қосады дейді. Мысалы үшін өздеріңіз пайғамбарымыз өмірбаянын оқып қарасаңыздар, қай жерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бар болса, сол жерде береке толы болады дейді. Мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі кішкентай кезінде 4 айлық немесе одан да ерте жасында Халима анамыздың ауылына барып, сол жақта тәрбиеленеді, сол жақта өседі. Сол жерде хабарлар келгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алған сәттен бастап әлгі жүре алмай келе жатқан ешегі тез жүре бастайды. Қуаңшылық болып, жаңбыр жаумай, бәрі қурап кеткен жердің бәрі пайғамбарымыздың келген кезде жасыл желек бола бастайды.
ұзақ уақыттан бері желіндері құрғап қалған, желінде ешқандай сүт жоқ болған ешкілердің өздері пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келген кезде желіндер сүтке толады. Яғни пайғамбарымыздың келген кезде береке орын алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір сахабалардың бастарын сипаған өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берекесінен әлгі алла ерсін қол тиген жерлерге шаштары ағармаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху кішкентай бала ауырып келген кезде пайғамбарымыздың басынан сипаған кезде әлгі кісі 80 жастан асқан кезінде де бүкіл денесінің бәрі әлсіреп шашына ақ түскен кезде бірақ пайғамбарымыз саллаллаху қол тиген жерге сол күйі қап-қара болып тұрған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның денесі терлеген кезде де хош иісті әтір иіс шыққан екен. Тіпті кейбір сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи денесінен тері бөлінген кезде соны құтыға құюға тырысқан екен. Неге дейді болса, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үстінен шығатын иіс көркем иіс болған. Бұның бәрін не үшін айтып жатырмыз? Қай жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келетін болса, алла тағала сол жерге береке береді. Тіпті тарихшылар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадина қаласына қоныс аударып барған кезде Мадина қаласы пайғамбарымыздың келмей тұрған сәтте Мадина қаласы оба ауру көп шығатын жер болған. Яғни оба деген сөз чума ауру көп шығатын жер болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сенім серігі Абу Бакр Сыдықтың өзі де қатты ауырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи азаншысы болады Біләл радиаллаху анху да бұл да осы аурумен ауыра бастайды. Өйстіп сахабалардың көбісі Мадина қаласына барған кезде оба аурумен ауыра бастайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қолын көтеріп дұға етеді. Ей Аллахым, сен Ибрахим пайғамбардың дұғасын қабыл етіп Меккені берекелеттің. Менің де дұғамды қабыл етіп осы Мадина қаласын берекелетші деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұға етеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұғасы қабыл болып Мадина қаласы Меккеден келген сахабалар үшін жайлы бола бастайды. Енді бұл да әлгі оба ауру тарап жатқан жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қадамдары басқан кезде берекеге бөлене бастайды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан атақты сөзі бар Мадинаға қатысты. Мадина қаласы көр сияқты дейді. Араб тілінде кир дейді, қазақша бағдарламасы көр деп аталады. Көр дегеніміз мынау темір ұсталары неге тот басқан темірлерді істеу үшін, қайтадан өңдеу үшін әбден тот басқан кезде әлгі неге отқа кіргізеді да отты күшейту үшін көр басады. Көр басқан кезде ыстық береді да әлгі темірдің тотын жібітеді, кетіреді, сосын қайтадан ретке кетіріп ұсталар өз жұмыстарын істейді. Араб тілінде осыны кир дейді. Не үшін қолданатын болсақ, басып қалған тотты кетіру үшін қолданады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы ұстаның көріне қатысты Мадинаны теңейді. Мадина қаласы көр сияқты, кир сияқты дейді. Өзіне келген нәрістерді, жамандықтан бәрін кетіріп тастайды дейді. Қалайша жаңа темірдің тотын көр кетірген сияқты, кімдегі Мадина қаласына жаман ниетте келетін болса, жүрегінде бір өшпенділігі бар, дұшпандығы бар біреу кіретін болса Мадина қаласында, Мадина қаласы адамның жүрегінде өшпенділікті, дұшпандылықты, басқа қандай заттар бар, соны алып тастайды деп пайғамбарымыз сүйіншілеген. Бірақ пайғамбар келмей тұрып Мадина ондай емес еді ғой. Бірақ пайғамбардың аяқтары басқаннан кейін сол берекеге бөлене бастады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүйінші деген сөз кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи берекесінен бір зат ұстауға тырысатын болса, иеленіп қалуға тырысатын болса, соның өміріне алла тағала береке алып келеді. Өйткені жаңа айтқан бірнеше мысалмен айқын дәлел, пайғамбарымыз қай жаққа келетін болса, сол жер түгелдей берекеге бөленеді. Тура сол сияқты адамның өміріне де пайғамбарымыз кіре бастаған кезде адамның да өмірі сөзсіз берекеге тола бастайды. Ары қарай айтады, үшінші пайғамбардың сипаттарының бірі назирон, ескертуші. Назирон ли ахли маъсиятихи, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескертуші. Кімдерге дейтін болсақ, үлкен күнә иелеріне, немесе күнәлі істерден тосыла алмай жүрген адамдарға, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін білмей жүрген адамдарға, немесе осы діннің қадір қасиетін білмей жүрген адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескертуші. Жалпы біліп алуымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Қазір жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдардың бәрі дінге сенсін, немесе сенбесін, бұлардың бәрі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметі. Яғни мысалы үшін Аргентинада, немесе Бразилияда, немесе басқа жерде дінге сенбейтін адамдардың бәрі де түгелдей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметі негізінде. Барлығы пайғамбардың үмметі. Бірақ айырмашылығы, ғалымдарымыз пайғамбардың үмметін екіге бөледі. Уммату дағия және умматул мужаба, яғни иман келтірген үммет және әлі шақырылуға
мұқтаж үммет. Бәрі пайғамбардың үмметі. Бәрі барша адам қазіргі кездегі пайғамбарымыз салсам пайғамбар болып келгеннен кейін адамдар бар, пайғамбарымыз салсам үмметі. Бірақ сол үмметтің арасында пайғамбарға сеніп артынан ергендер бар, әлі пайғамбарымыз салсамды мойындамай ермей жүргендер бар. Сол себепті әрқашан пайғамбарымыз салсам үмметі жайлы сөз қозғаған кезде екіге бөлеміз. Иман кетірген бар, әлі ислам дінін жеткізуге, насихаттауға мұқтаж пайғамбарымыз салсам үмметі бар. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескертуші кімдерге дейтін болсақ, осы үлкен күнә иелеріне және әлі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иланбаған адамдарға ескерту үшін келіп жатыр. Және біз өткенде ғалымдарымыздың сөзін бөліскен болатынбыз. Алла тағала Құранда инна арсалнака рахматан лил аламин, ей Мұхаммед, біз сені жер бетіне мейірім ретінде жібердік деген аятқа түсіндіргенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мейірім дейтін болса кімдер үшін деген кезде айтқан болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иман кетіргенде сүйіншілейтін мейірім, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Аллаға иман келтірмегендерге әлі кешіктіруге мүмкіндік береді. Яғни мысалы үшін дәл қазір бір адамдар бар, пайғамбарымыз салсам сенбейді, алла елшісін пайғамбарды мойындамайды, исламды қабыл етпейді, бірақ ол адамда әлі тәубе есігі ашық. Пайғамбарымыз салсам мейірімді сонда дейді ғалымдарымыз, сол пайғамбарға иман кетірмеген кәпір қауымдарына алла тағала пайғамбар мейірім ретінде жіберген, оларды кешіктіреді. Қай кезге дейін? Егер қиямет қайым болмай тұрып, мынау жан ақыл мына жаққа келгенге дейін, яғни алқымға келгенге шейін өлмей тұрып пайғамбар елшім Аллах жалғыз деп кететін болса, ол адам иншалла бізде мұсылман болып қалады. Сол сәтке дейін кешіктіріледі. Ал енді қиямет қайым болған кезде күн батыстан шығатын уақытқа дейін кешігетін болса, сол сәт болмай тұрып иман кетіретін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол адам бізде мұсылман болып қалады. Сол себепті ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мейірімі бүкіл адамды қамтиды. Иман кетіргенде де, тіпті екіжүзділерді де, және кәпір қауымдарды да пайғамбарымыз мейірім қамтиды дейді. Және осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескертуші дегеніміз, құрметті бауырлар, алла елшісі үлкен күнә иелеріне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иланбай жүрген кісілерге ескерту үшін келген адам. Ары қарай аяттың жалғасына келгенде сонымен қатар пайғамбарымыз адамдарды таухидке шақыруға және алла тағала құлшылық істеу үшін шақыруға келген ұлы тұлға екенін ұмытпағанымыз жөн болады. Жақсы, құрметті бауырлар, ары қарай жалғастырайық. Алла субхана тағала қасиетті Құранда жаңа айтқанымыздай Ахзаб сүресінің 45-ші аятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды әзірге біз айтқан 3 сипатпен баяндаған болатын. Бірінші, пайғамбарымыз салсам куәгер болып келген. Екінші, пайғамбарымыз салсам иман келтіргендерге сүйіншілеу үшін келген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иман келтірмегендерге және күнәһар адамдарға ескерту үшін келген. Бұны пайғамбарымыз өзінің тарихында да, өзінің өмірбаянында да көптеген ескерткен болатын халқына. Пайғамбарымыз бір сөзінде айтады, ислам дінін сол Мекке қаласына ең насихаттап бастаған кезде, ей халық, жаңа Софа дейтін тауға шығып, пайғамбар айтады, ей халайық, егер мен сендерге мына таудың артында үлкен әскер келе жатыр десе, сендер сенесіңдер ме деп айтады. Сол кезде халық иә деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, иә Мұхаммед, саған сенеміз, сен шыншылсың деп айтады. Және сол кезде пайғамбар айтады, егер сенсеңдер, мен сендерге сол қияметте келетін үлкен азапты ескертуші адам деп айтады. Осы сөз айтып бастаған кезде халық қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бет бұра бастайды. Пайғамбарымыз тағы бір сөзін былай деп айтады, мен дейді бейне бір адам сияқты дейді, түнде от жаққан дейді. Білесіздер ғой, егер қазір жаздың күні, егер поляға шығып от жағатын болсақ, от жаққан кезде әлгі көбелектер ұша бастайды. Енді біздің Ақшиде жынды көбелек дейді, енді сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. От жаққан кезде көбелектер отқа секіре бастайды. Пайғамбарымыз айтады, мен адам сияқты дейді, от жаққан, жаңа көбелектер отқа секіре бастаған кезде көбелекті қууға тырысамын дейді. Олар от болса ана жақтан айланып келіп қаша отқа секіреді, мына жақтан айланып келіп отқа секіреді. Мен сені құтқаруға тырысамын, бірақ сендер болса сол жаққа асығасыңдар деп пайғамбар сипаттаған болды. Яғни түсінікті шығар деп ойлаймын. Пайғамбарымыз соншалықты біздің тура жолға түсу үшін өз-өзін құрбан еткен. Алла тағала Құранда харисун алейхим деп айтады. Бұл Мұхаммед сендер үшін харис дейді. Харис деген сөз араб тілінде ашкөз деген сөз. Мына адам қарны ашып болған кезде, немесе дүниеге әбден көзін бәрі, ойын бәрі тек қана ақша табуға дейтін фокус қойған кезде, оң солды қарамай ақша табудың жолын қарастырады адамдар. Тура сол араб тілінде ашкөзді харис деп атайды.
бірақ пайғамбарымыз ашкөздігі ол дүниеге емес тамаққа емес. Пайғамбарымыз ашкөздігі осы біз бен сіздердің тура жолға түсуіміз үшін ашкөздік танытқан да пайғамбарымыз. Яғни осылардың бәрі тура жолға түссе деп пайғамбарымыз осыншама жанталасқан. Сол себепті алла тағала құранда пайғамбарымызды даиян дейді. Алла тағала пайғамбарымызды жер бетіне шақырушы етіп жіберген. Не үшін дейді, неге шақырған десе, иля таухидихи, бір ғана алла тағала бойсынуға, ибадати, және алла тағалаға құлшылық істеуге шақырған. Ары қарай алла тағала пайғамбарымыз салсамды сирож деп сипаттаған. Сирож деген сөз мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарық жұлдыз дейді. Жұлдыз қай кезде көрінеді? Қараған кезде көрінеді. Және білесіздер, пайғамбарымыз хадисінде бізге жұлдыздың негізгі үш түрлі қызмет айтқан болатын. Алла тағала құранда Табарак сүресінде айтады ғой, лақад зайяна сама, біз аспанын жұлдыздармен безендірдік деп. Осы аятқа қатысты пайғамбарымыз айтқан, алла тағала жұлдызды үш мақсат жаратты деп. Жұлдыздың бірінші мақсаты аспанды көркемдеу үшін, әлгі мүлк сүресіне келгендей. Екінші, жұлдыздың функциясы, егер жаңағыдай періштелерден келген ақпаратты ұрлау үшін жын шайтандар көтерілген кезде, сол жын шайтандарға жұлдыздар лақтырылады. Біздің сеніміміз бойынша, әлгі батыстың сенімі бойынша жұлдыз түскен кезде жаңағыдай желание загадать ету керек, жұлдыз түсіп жатыр бірден айтып қалып тілеу, ол біздің мұсылманда сенім емес. Біз мұсылманда сенеміз, жұлдыз түскен кезде періштелер әлгі нелерге, жын шайтандарға лақтырып жатыр деп. Үшінші, жұлдыздың қызметі ол жол көрсету үшін. Өйткені анау бала кезінен үлкен ақсақалдардың қастарына жүріп жұлдыз таныған кісілер біледі, былай қарасам батыс болады, былай қарасам шығысқа барамыз деген сияқты жұлдыз танитын кісілер жол табылады. Енді алла тағала құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жұлдыз деп теңеді. Өйткені кім деген пайғамбарымыз артынан жүретін болса тура жол табады дейді. Қалайша жұлдызға қарап тура жол табуға болатын сияқты, кім деген пайғамбарымыз артынан жүретін болса сөзсіз тура жол табады. Және ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, Исра кешінде түнде Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне бір сәтте қоныс аударды пайғамбарымыз саллаллаху. Ғалымдар айтады, неге алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды күндіз ауыстырмады? Алла тағаланың құдіреті жетеді ғой, негізі күндіз барып келуге болады ғой, бірақ неге алла тағала қалады пайғамбарымыздың түнде қоныс аударуын? Осыған қатысты ғалымдар былай деп айтады, өйткені дейді, жұлдыз күндіз жанып тұрса, оның жұлдыз екені көрінбейді дейді. Мысалы, күндіз болып тұрса, күн шығып тұрса, ешкім жұлдыз бар ма жоқ па ешкім қызық емес қой. Бірақ жұлдыздың ашық, айқын қай кезде көрінеді? Түн болған кезде. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін адамзат мұқтаж қай кезде? Қараған кезде. Сол кезде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға етегінен ұстайтын болсақ, алла тағала бізбен сіздерге иншалла тура жолды нәсіп етеді. Сол себепті құрметті бауырлар, үйге барған кезде бір көз жанарыңызды бөліп, осы Ахзаб сүресінің 45-ші аятына көңіл бөлсеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алла тағала құзырында қандай мақталы тұлға екенін тағы бір көздеріңіз жетеді. Енді бізде уақытымыз сәл ғана қалды. Соңғы аяқтайтын аятымыз бұл Али-Имран сүресінің 159-шы аяты. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтып жатады, фаби рахмати миналлахи линта лахум. Кішкене айтатын болса тоқталып, Ухуд соғысы. Түгел айтпаймын, қысқаны айтамыз. Ухуд соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен ақылдасады, қалай істейміз деп. Біз Меккеден келетін мүшриктерді шығып күтіп аламыз ба, әлде Мадина қаласында боламыз ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам негізгі өзінің ойы Мадина қаласында күтіп алуды ойлайды. Ал Ухуд соғысына қатыса кейбір жас сахабалар болса, әсіресе жас сахабалар әлгі несі юношеский максимализм дейді орысша, сонда ұрып тұрған жігіттер болатын болса, сыртқа шығайық, соғысайық, Аллахтың шығайық деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз ақылдасады да, олай болса сыртқа шығайық деп Мадинаның сыртынан шыға бастайды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Ухуд соғысына екі сауыт киеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әдетінде екі сауыт кимейтін болған. Бірақ Ухуд соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үстіне екі сауыт киеді. Жай біреу емес, екеу киеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығады соғысқа. Сөйтіп пайғамбарымыз садақшыларға бұйырады, садақшылар, сендер осы жерде тұрыңдар деп бұйырады. Соғыс басталған сәтте мұсылмандар алғашқы жеңе бастайды. Сөйтіп жеңіп бастаған кезде мүшриктер артқа қарай қаша бастайды. Мүшриктер артқа кетеді. Сол кезде садақшылар ойлап қалады, біз жеңіске жеттік, мүшриктердің бәрі қашты деп, сол мүшриктерден қалған олжаны жинай бастайды. Олжа, яғни соғыста қалған қару-жарақтары, керек алтындары, басқа болса, соны жинай бастайды. Осыны көрген ол кезде исламның қабылдаған Халид ибн Валид мұсылманның арт жағынан келеді, өте қатты соққы береді. Соққы берген соншалық, білесіздер, сол Ухуд соғысы
пайғамбарымыз саллаллаху алейhi физикалық түрден және ментальді түрден ауыр тиеді, сол жерде пайғамбарымыз қатты жарақаттанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейhi алдыңғы тістері сынады, пайғамбарымыздың жүздеріне қанға булығады, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейhi өлді деген сияқты хабар сол жерде тарайды. Ухуд соғысы пайғамбарымыз өте қатты ауыр тиетін соғыс болады. Сол соғысты енді қорытатын болсақ кішкене, сол соғыста пайғамбарымыз саллаллаху алейhi бұйрығын орындамаған себепті 70 сахаба қайтыс болады. 70 сахаба пайғамбардың бұйрығын орындамаған себепті. Сол сахабаның арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейhi өте қатты ерекше жақсы көретін көкесі Хамза радиаллаху анху қайтыс болады. 70 адам. Сол соғыс бітеді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейhi қайтадан Мадинаға барады. Мадинаға барған соң қайтадан халықты шығарады. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Ухуд соғысында әскери тактика қолданады. Жаңа нелерді мүшриктердің санын білген соң өте көп от жаққызады. Мұсылмандардың саны көп екенін ойлап қалады да мүшриктер, сөйтіп қайтадан Меккеге қарай сырап кетеді. Енді негізгі аяттың мағынасы түгел оқиғаны айтпайды, тек қана бір бөлігін айтқымыз келіп отыр. Енді өзіңіз ойлап көріңіз, құрметті бауырлар, сіздің балаңызға немесе берер жерде басшы болсаңыз, біреуге тапсырма берген кезде сіздің қол астыңыздағы адамдар немесе балаңыз немесе бауырыңыз сіздің бұйрығыңызды орындамай, сол себеп 70 адам қайтыс болса, сіздің күйіңіз қандай болады? Немесе бір тапсырма береміз қол асты бауырларымызға жұмыстағы, орындамайды, білмеймін, енді жұмыста 1 миллион теңгеге шығын болды. Сол жерден біз не істейміз ғой? Ұрылсамыз, қырылсамыз, заявление жазамыз, сол сеттен біздің неміз бұзылады, ара қатынасымыз. Өйткені сіздің тапсырмаңыз орындамады. Немесе баламызға сондай қатты жаза қолданамыз, бетін көрмейтіндей болып. Немесе бір ағайынмен араласып жүрген болса, сол жерден біздің ара қатынасымыз үзіледі. Сондай жағдай орын алады ғой өмірде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болса, осы соғыста 70 адам қайтыс болған кезде пайғамбарымыз ешқайсысының бетіне басқан емес. Алла тағала Құранда айтады: "Фаби рахматин миналлахи линта лахум", ей Мұхаммед, Аллахтың саған берген мейірімді себепті сен оларға жұмсақтық таныттың дейді. Пайғамбарымыз оны беттеріне баспаған. Және Алла тағала Құран жалғастырады: "Фаин кунтал фазза ғализал қалб лан фадду мин хаулик", ей Мұхаммед, сенің жүрегің фаз болғанда дейді. Фаз деген сөздің мағынасы, бір мағынасы ол қатты деген мағынаны білдіреді. Екінші мағынасы фаз деген сөз мынау, енді біз қазақ халқы мал соямыз ғой, білеміз, малдың ішек қарны болады ғой, ішек қарнында жаңағы несі, нәрістер тұрады. Сол нәрістер жаңа зәрі тұратын жерде затты араб тілінде фаз деп атайды. Немесе түсінікті үшін зәрді араб тілінде фаз деп атайды. Енді кез келген адам, мысалы көшеде кетіп баратсыз, зәр жататын болса, ойбай деп айланып жүреміз ғой. Зәрді ешкім баспайды, айланып жүреді. Кішісі болсын, үлкені болсын, ешкім зәрді баспайды. Зәрді көрген адам жеркеніп жүреді. Осы жерде ғалымдар былай деді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фәз деген мағынасы адамдардың кемшілігін бетіне баспайтын болған. Біз мынандай болды кейбір кезде, біреу қателік істеп қойды, мысалы үшін мектепте болсын немесе университетте болсын немесе араласып жүрген кезде әрбір жиында сол қателік бетіне баса беретін адамдар болады. Барша арамызда, біреу сен ренжітіп қойдың, 10 жыл болған әңгіме, кез келген жиында айтады: сен помнишь, бүйтіп едің ғой, сен есіңде ме, сен бүйтіп едің ғой, сөйтіп бір кемшілік бетіне баса беретін адамдар болады. Пайғамбарымыз айтады: ей Мұхаммед, сен ондай емессің дейді. Адам қателесті, бірақ ол қателік бетіне баса бермейсің дейді. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардың істеген қателік бетіне баса бергенде еді, Мұхаммед, сен адамдардың бетіне қателіктер баса беретін болғанда еді, адамдар сен қасынан қашып кететін еді дейді. Және осы жердегі араб деген керемет ғой, құрметті бауырлар, бекер емес та, шынымен Алла тағала осы Құран кәрімнің араб тіліне түсуін қалауын. Инфадда деген сөзге қатысты тіл ғалымдар былай айтады: инфадда деген сөздің мағынасы сыну дейді да, бірақ сыну оны әйнектің сынуына қолданамыз дейді. Темір емес, ағаш емес, именно әйнектің сынуына инфадда деген сөз қолданады. Неге дейтін болса, өйткені әйнек сынатын болса жинақтау мүмкін емес. Мысалы көлік айдап жүрген кісілер білесіздер, терезе сынатын болса жинақтау мүмкін емес. Сол себепті айтады Алла тағала: ей Мұхаммед, егер сен адамдардың қателіктерін бетіне баса беретін біреу болғанда едің, немесе жүрегің қатты біреу болғанда еді, сенің қасынан ешкім қалмас еді дейді. Ешкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасынан қалмас еді. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінез, өнеге тұрғысында пайғамбарға тең келетін адам жоқ екен, баршамызға құрметті бауырлар аян. Сол себепті осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кешірім сипаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің көкесін жоғалтқан кезде де, 70 сахаба қайтыс болған кезде де сахабалардың қатылық танытпай, мейірім көзімен қарауы,
Бұл да бізге бір пайғамбарымыз Аллахтың өрнеген бірі, адамдарға, бауырларымызға, араласып жүрген кісілерге қателіктер үшін бетіне баса бермей, кешірім көзімен қарайтын болсақ, бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үстінен амалдардың бірі. Сол себепті пайғамбар осы ерекше мінез құлқын Алла тағала Құранда мақтап, осылайша сипаттап отыр. Үйге барған кезде, құрметті бауырлар, Али Имран сүресінің 159 аятына қарап қойыңыздар. Өзің үшін Алла тағала қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Құранда сипаттап отыр. Сол аятты оқыған кезде, Құранмен пайғамбар баянының өмірін салыстырған кезде, сіздер шынымен пайғамбарымыздың қандай ұлы тұлға екенін сезіне аласыздар. Алла тағала осы пайғамбарымыздың қадір қасиетін біліп, артынан еруді баршамызға нәсіп етсін. Ахир дауана инальхамдулиллахи роббил аламин.